Сәлем достар, қалайсыңдар? Грант Әлеспек каналымызға қош келдіңіздер. Қолдап комментария жазып, кері байланыс күтем. Мен үнемі айтам, жағымпаздық, жалқаулық, жемқорлықтан аулақ болуымыз керек. Неге айтам? Ол әкелер ғана емес, ол шешелерге де керек. Қарасаңыз, мемлекетімізде жұмыс істеп жүрген қаншама қара көз қыздарымыз жемқорлықпен сотталып кетті. Қаншама аға буын өкілдері сотталып кетті. Бұл қысқа өмірде біреудің дүниесін жымқырып баю дұрыс емес. Сондықтан мен айтайын осы. Ең басты мәселе біз жемқорлықтан бойымыздан алыс ұстайық. Жағымпаздықтан деген не? Ұрпақтың құртатын жағымпаздық. Мансап үшін жағымпазданатын, қалтасы қалың адамға жағымпазданады. Кезінде тағы да айтаймын, мұғалім деген құрметтейтін болсақ, қазір қалталы адамның құрметтейтін заман өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан әр нәрсенің орны бар. Сондықтан осы үшін біздің қанша жоямыз, сол кезде ұрпағымыз да, әкеміз де, шешеміз де, қарындасымыз да, өзіміз де дұрыс өмір сүретін боламыз.